көрсетемін. Ол үшін Google-ға кабинет налогоплательщика РК дегенді таңдайсыз. Кабинет kkdgov.kz деген сайтқа кіресіз. Через ЭЦП кірсеңіз болады. Енді осы жерде ең бірінші тексеріп аласыз. Бүгінгі күнмен регистрационный данныйды тексересіз. Запрос жібересіз. Бүгінгі күнмен тұру керек. Мысалы, бүгін 14.7 айт тапсырып жатсыз ба? 14.07 шыққанша мына жерден проверить статус запроса жазасыз. Және осы жерде төмен қарай жүрсеңіз, сіздің тапсыратын УВД-ңыздың коды тұрады. Место жительства, место нахождения. Екеуін жазып аласыз. Мысалы, мына клиентті 33.02, екеуде 33.02. Яғни біз қазір осыны отчетқа енгіземіз. Осыны қарап алғаннан кейін журнал формуға кіресіз. Найти деп бұрын тапсырылған ба, тапсырылмаған ба, осы полугодияға сіздің тапсырайын деп тұрған, соны тексеріп аласыз. Одан кейін настройка списка форумға барасыз. Сіздің тапсырайын деп тұрған жылыңыз 2024-дің бірінші полугодиясын тапсыратын болсаңыз, және осы тапсырайын деп тұрған ИП-ңыздың режимін білуіңіз керек. Оны elesens.kz сайтынан білесіз. Уведомление алу арқылы. Енді сіздерге нулевой отчетты қалай тапсыратын көрсетейін. Менде упрощенный режимде ашылған ИП. Яғни 910 упрощенная декларация деген таңдадым. Енді осы жерде нешінші полугодияға тапсырайын деп жатсыз? Бірінші 24-дің бірінші полугодиясына не ведет бухгалтерский учет или не ведет, соны таңдайсыз. Не ведет көбіне. Одан кейін бірінші отчет па, очередной ма, дополнительный ма, дополнительный по уведомлениям ма, ликвидационный ма, қайсын керек, соны таңдайсыз. Первоначальный болса, первоначальный жаңадан ашылған ИП болса, очередной бұрыннан тапсырып жүрген ИП болса, очередной, ликвидационный жабатын кезде осы ликвидационный таңдайсыз. Және осы жерде резидент Казахстан или не резидент. Резидент Казахстана деген таңдайсыз. Не резидент болсаңыз, не резидент таңдайсыз. Енді мына жерге осы бірінші полугодияда тапқан доходыңызды көрсетесіз. Мысалы, 6 миллион деп көрсетесіз. Мен нулевойды көрсететін болсам, 0 деп жібересіз. Біріншісіне және екіншісіне 0 деп жібересіз. Және сізге ешқандай не шықпайды. Налог шықпайды. Және мыналарды толтырмайсыз ештеңеден. Екінші бетке барамыз. Страница 2 дегенге барасыз. Осы жерде толтыру керексіз. Медстраховка төлену керек. Міндетті түрде қазір 5950 теңгеден. Алдын ала төленген болса ғана өстіп осы жерге жазасыз. Ал төленбеген болса, ол алдын ала төлеп аласыз, сосын барып отчет жібересіз. Барлық январь, февраль, март, апрель, май. 29 кетті. 5950. Оны толтырасыз және үшінші страница ол жұмысшы
бар ИПА толтырады. 4-ші страницаға өтеміз. Ол жерде мына жерде жаңағы УГД-ның кодын жазасыз. Сіз жіберейін деп тұрған УГД-ның алдын ала регистрационный данныйдан қарап алған жерден жібересіз. Күн бүгінгі, егер ол ауылдық жердің адамы болатын болса, бұл мысалы бір Алматы облысы, Қарасай ауданы, оның ішінде тағы бір ауылы болатын болса, сол ауылдың атын жазасыз мына жерге. Сол ауылдың аты шығу керек. Мысалы қазір көрсетейін. Найти деп басасыз. Индер ауылы ауданы, Елтай округі дейді, Елтайский. Сондай ауыл тұратын жеріңіздің прописка бойынша ауылын таңдап жібересіз. Сонда ғана отчетыңыз дұрыс келеді. Ал қала болса, бұл бейінді таңдамайсыз. Және проверить заполнение жібереміз. Ошибка болмай ма? Бізде ошибка шығып тұр. Қай жер екенін мына төменде көрсетіліп тұрады, бір ошибка дейді. Мына жерге ең теріңіз деп тұр міндетті түрде. Соны теріп жібересіз и ошибкасын тексересіз. Сосын отправить в УГД деп УГД-ға жібересіз. Содан кейін отырған отырмағанын ол отчеттің журнал формынан көре аласыздар. Мен пример ретінде көрсетіп жатырмын сіздерге. Найти десеңіз, мына жерде разнесена деп шығу керек. Егер